Достар, біз бұл жолы Қытайды қандай бағытта не үшін таңдадық? Қараңыздар да, бизнесте мынандай әңгіме бар, форсайт деген. Яғни өз бизнесіңді 10 жыл, 20 жыл алдыға жылжыту деген. Сол бағытта біздер осы жолы 10 кәсіпкерді алып, өз жұмысында, магнат өз жұмысында монополист болып отқан жігіттердің барлығын жинадық, жігіттер мен қыздар. Сонымен Қытайға тартып оттық. Неге? Өйткені сол жақтың технологиясын, сол жақтың бизнес моделін, сол жақтың болып отқан қандай инструменттер соны қолдануға. Даже бір пример, мысалға біз кеше өткенде көргендеріңіз болса, бізде мысалы Қазақстанда бір сотрудник 2 миллион, 3 миллион ғана айына оборот жасайды. Ал енді Қытайда бір сотрудник 150 миллион оборот жасайды. Енді ортасын көріңіздер. Неге деп сұрақ қойған кезде, бірақ деген нәрсе, біз масс маркет дейді, халықтан ғана ақшаны жақсы таба аламыз. Яғни халыққа не керек деген кезде, біздер мысалға любой товарды арзандату жолында жұмыс жасаймыз деп. Сол бағытпен біздер не істедік? Пекинге бардық. Пекиннен біздер нені көрдік? Жаңағы китайский стена. Оның мақсаты не? Китайский стенаның мақсаты 100 жыл, 1000 жылдық